Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз рухани денсаулық, өмірдің мәні. Оқу мақсаты мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау. Адам денсаулығының жақсы болуына, оның көңіл күйі мен төңірегінде болып жатқан жағымды өзгерістердің маңызы ерекше. Қуаныш, сүйініш, таңдану, сүйіспеншілік сезімдері адамның денсаулығына жақсы әсер етеді. Оның дене құрылысының өсіп жетілуін жақсартады, жұмыс істеу қабілетін арттырады. Ал болмашы нәрсеге күйіну, қайғы қасіретке түсу, немесе біреудің табысына қызғаныш білдіру, жек көру сезімдері адамның денсаулығын нашарлатады. Әлемге әйгілі ғалым Әбу Әли ибн Сина ауруларды емдеп, сауықтыруда дәрілер мен хирургиялық әдістерден бұрын жылы сөздің қажеттігін айтқан. Біздің ата-бабамыз сөздің әсер ету күшін біліп, көптеген мақал-мәтелдер қалдырған. Жақсы сөз жан семіртеді, жылы сөз жанға қуат береді, жақсы сөз жанды айықтырады, аурудың жазылуына жәрдемін тигізеді. Адамның рухани күйі мен ішкі сезімі денсаулықтың кепілі. Көңіл күйді жадыратып, жүрекке жылы тиетін жақсы сөздер деніңіздің сау болуына әсер етеді. Себебі жан мен тән егіз ұғым. Халқымыздың жаны саудың тәні сау деген мақалы өмірден алынған. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар оқушылар, келесі тапсырманы мұқият тыңдаңыздар. Той, таңғажайшылдық пен ештеңе істемеушілік адамды аздырады, денсаулықтан айырады. Қайта ақыл-ойдың бір нәрсеге талпынуы өмір бақи тұрмысты нығайтуға бағытталған қайратқа мінгізеді. Гиппократ пікірінің дұрыстығын дәлелдеңіз. Яғни, түр сөйлем әдісі арқылы дәлелдейсіңдер. Бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем себебі мен оны деп түсіндіремін. Үшінші сөйлем оны мен деген деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Төртінші сөйлем осыған байланысты мен деген шешімге келдім. Ендеше оқушылар оқу тапсырмасына құлақ түріңіздер, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша денсаулық тақырыбына байланысты ребус, сөзжұмбақ немесе өлең эссе жазуға болады. Соның ішінде өлең 2-3 шумақты қамтуы керек, эссе 50-70 сөзді қамтуы керек.